Бүгін Семей қаласында дойбы додасы 2025 жыл қорытындысы Абай облысының Семей қаласындағы кезекті дойбы жарысына 26 жарысқа қатысушы дойбышылар келген екен. Негізінде 4 топқа бөлінген ардагерлер мен ересектер, жастар, оқушылар, соның кейін қыздар мен әйелдер және ұстаздар мен тәлімгерлер өзара бақ сынасып негізгі жүлдегерлерді анықтайды да келесі жылға жарыстарға қатысуға басты жүлдегерлерді анықтайды. Жарыс екінші мәрте Абай орталық әмбебап кітапханасында өткізілуде. Бұл жер жайлы орталық болғандықтан осы Абайдың 180 жылдығына және республикамыздың тәуелсіздігінің күніне орай осы дойбы додасын өткізуге отырмыз. Бәріне сәттілік. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны еліме қалашы, ежелден ермеген датқамыз шапты ғой, намысын бермеген қазаған мықты ғой. Жалпы тәуелсіздік ол халқымыздың сан ғасырлық арманын орындаған, мемлекеттің айқындаған өте маңызды тарихи күн. Бұл мереке елдігіміздің, бірлігіміздің және де болашаққа деген сеніміміздің сондай үлкен бір символы. Сондықтан да бүгінгі мына осы жарыс менің ойымша жай ғана халық біріншілік емес, спорттық сайыс емес, бұл мына осыған қатысатын азаматтардың ой-өрісін дамытып, әртүрлі жастағы азаматтарды біріктіретін үлкен маңызы бар зияткерлік іс-шара деп ойлаймын. Жалпы атап өтейін, мына осы бүгінгі біріншілікті ұйымдастыруға да, оған қатысып жатқанда біздің партиямыздың белсенді мүшелері бар. Ол Мұрат ағадан бастап, Үмітхан ағамыз, Қуаныш ағамыз деген сияқты азаматтар. Сондықтан да енді осыған байланысты біз мен Қазақстан халық партиясының Абай облыстық филиалы атынан бүкіл осы бүгінгі спорт сайысына қатысушыларға әділ ойын, жоғары көңіл күй және де жарқын жеңістер тілей отырып, тәуелсіздігіміз тұрақты, бірлігіміз берік болсын деп келеді. Осы жарыстың ашылуы құтты болсын. Орай, оның үстіне тәуелсіздік мерекесіне қарсаңында ұйымдастырып жатқан мына ұйымдастырушылар, Қазақстан халық партиясы, сосын сізге көп алғыс айтамын. Себебі мен осыдан 51 жыл бұрын қатысып, ол кезде әлгі СССР болды ғой. Сонда чемпион атанып, путевкаға Литваға курорт Нямунас деген жерге путевка алып барып келген кісімін. Одан кейін қыз бала болғаннан кейін тұрмыс құрдық, балалы болдық, ұстаздық жолды жалғастырдық деген сияқты
дойбы ойыны қалған. Енді 51 жылдан кейін өзім күлкім келеді. Дойбының қолынан аста көрген жоқпын. Одан кейін бір Елизат деген шахматист бауырым бар. Сол кісі апа қатысыңыз. Все равно что-то помните деп болмай қойғаннан кейін өткен жолы қатысқаным бар. Бүгін екінші рет келіп тұрмын. Қуаныштымын. Бұл іс-шара біз енді зейнеткерміз ғой, 70-тен асып кеттік. Мына жастарға үлгі өнеге болса екен. Осы сүйіп ойнаған Абай атамыздың ойындарын арғырата жалғастырса екен дегенге үміттеніп, кішкене үлгі болайық деп келіп отырған жайым бар. Көп рахмет бәріңізге. Бізге көмек жасап осындай жарыс ұйымдастырып жатқан азаматтарға, халық партиясының мүшелеріне, барлықтарыңызға алғысымды айтамын. Бұл жалғыз біздің шара емес, бұл бүкіл халықтың шарасы, ертең халық білу керек. Сіздерге көп рахмет. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын, аспанымыз ашық болсын. Ойын болып жатырды. Бәрдеріне соны тілегенім сол, аспан ашық болсын, жақсылықтан жақсылық көбейе берсін, келе жатқан мейрам құтты болсын. Армысыздар, ардақты жерлестер, құрметті қауым. Тәуелсіздік күніне арналған қала бойынша өтілетін дойбыдан үлкен жарысқа қатысушылар. Сіздерді 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтай отырып, осы күндері алаңға шығып, осы біздің жарқын болашағымызға жол салған азаттығымызды, тәуелсіздігімізді алып берген жастарыма арналған өлеңді оқиын, қабыл алыңыздар. Желтоқсанда алаңға шықты қазақ жастары, желтоқсанда алаңға шығып қазақ жастары, азаттықтың аңсаған асқағанын бастады. Бөгде қимыл жасамас бейбіт өтер шеруге куә болды сол күні Алматының аспаны. Куә болды сенімге үміт күткен биліктен, көңілінен жастардың орын алған биіктен. Куә болды тағы да көк құшқанын сеніммен, күткен үміт күл болып озбыр күшке киліккен. Қанан саған қорқаудай озбыр күштің екпіні, салды сонда сойқанды ұрып соғу тепкіні. Қасқыр итке талатып қарусыз қыз жігітті, жан ұшырған жастардың айналаға кеттіні. Қардың беті боялды, нақақ қанға төгілген, талай адам түңілді сол күндерде өмірден. Арға тиген мазақпен жанға батқан азабы, естен мәңгі кетпестей орын алды көңілден. Хайуандай ақырған топас дүлей санасыз, жендеттердің жәбірді тартты қыздар шарасыз. Мұз бетінде тапжылтпай отырғызып сағаттар, қойғандарын кім кешер қалыңдар деп баласыз. Ләззат пен Сәбира қайрат сынды жастарым, қыршын кетті өмірден бақилыққа қас қағым. Шейіт болған жастардың ақ өлімін арулап, тәуелсіздік жорығын қалқымдағы бастадың. Тәуелсіздік жорығын қалқымдағы бастадың, болашаққа беттедің, қиындықтан қашпадың. Жылдарыңмен жеңісті жаңа шепке жеттің де, азат еркін ел болдың шайдай ашық аспаның. Боздақтардан төгілген бейкүнә қан киесін, қастер тұтып өшірген озбыр күштің иесін, жаңа ғасыр жастары тағзым етіп рухына, жалғап кетті олардың ерлік іспен күресін. Бодандықтың беріші көңілдегі наланы, жары етіп жаһанға ұшқын атып жанары. Желтоқсанда алаңға шықты қазақ жастары, бостандық деп, теңдік деп аттап басқан қадамы. Тыңдағандарыңызға рахмет.
Bir ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Bir däwirdiň möldiregen asman edik, bärimiz bir ömür jolun bastap edik, armandastar kayda, abzal dostlar kayda, zamandastar, karlygaşlar kayda eken? Kettiңдер ме, әлде биік асулардан өттіңдер ме, әлде игі армандарға жеттіңдер ме, қайдасыңдар құрдастар? Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Бір дәуірдің bir ömür jolun bastap edik, armandastar kayda, abzal dostlar kayda, zamandastar, karlygaşlar kayda eken? Bir däwirdiň möldiregen asman edik, bärimiz bir ömür jolun bastap edik, armandastar kayda, abzal dostlar kayda, zamandastar, karlygaşlar kayda eken? Armandastar kayda, abzal dostlar kayda, zamandastar, karlygaşlar kayda eken? Жаратканнан сурап ишти тилегин, жалындатып намысым мен жігерін, қазағымыз шықты міне алаңға, қарсыластың жолы үшін жүрегін. Чемпион қазақтың ұлдары, чемпион қазақтың қыздары, алдыда әлі де олардың шығатын шыңдары. Биік болса әрқашанда рухымыз,
қосыламыз ұлы елге мықты біз, жарыстардың бас бәйгесін аламыз.